Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендерім. Масим Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Масим. Бүгінгі түсірім берістерге құлпынайымды қалай өсіп жатқанын көрсетейін деп жатырмын. Мен шынымды айтайын, былтыр емес, одан алдыңғы жылдары бір 2 жылдай болып қалды. Былтыр шамалы берді. Биыл міне кішкене 3-ші жыл, 2 жыл жарым сондай, иә. Осыдан бұрын кәдімгі сумен суардым. Содан кейін бар сары су бар ғой, ірімшіктен қалатын, сонымен барлығына шашып шықтым. Нәтижесі көз алдарыңызда көріп тұрғаныңыздай бәрі де гүлдеп жатыр. Міне жерде қазір көрсетейін. Менде әртүрлі, бұның ішінде әртүрлі сорттар бар. Зингана, көбісі Виктория, сосын тағы мына жердегілер Виктория. Өте ерте гүлдейді. Гүлдері мынандай көп болады. Мына жерде міне көріп тұрсаңыздар, мына бір көсісі. Бұл көсісінде міне қараңыздар. Біреу, екіншісі, және де міне үшіншісі. Мына жерде болу керек тағы да. Әлі шықпаған. Үш гүлі бар, қарап тұрсаңыздар. Кейбіреулері бар кішкене мынандай. Міне бұлар көбінесе мұртты шашуын алады. Яғни құлпынайдың өзінде де аталық және де аналық дегендері болады. Мысалы, мынау аналық болса, мынау аталық. Яғни бұл көбінесе мұртша шашуға арналады. Мына жерде мен тағы бар, мен бірден енді ғана шығып жатыр. Келесі көрсетейін, кішкентай түрлері бар. Олар міне оларды гүлдерде көрсетер кішкентай. Мына жақтар болды, кішкентай түрлері бар. Мына жерде зинганалар бар шығар. Мына сорттарды айтайын сіздерге, атын білмеймін екен. Бірақ жыл сайын істеп келеді, өсіп келе жатқан. Міне қарап тұрсаңыз, оның гүлі өте көп. Бұл жаңадан қарағанда ондай емес. Бұл суылмай қалды, енді амал жоқ. Суарам ба деп едім. Мынаны жаңағы мұртша шашпайтын, өзі арнайы сондай кішкентай құлпынайлар тұқымнан өсірген. Бұл мұртша шашпайды, тек осылай тек дөңгелек болып шет жақтан барлығын егіп шықтым. Міне көріп тұрсаңыздар, жайлап болып шығады. Бұл гүлі ұсақ, бірақ жазбай осылай гүлдеп тұра береді. Бұларға су жетпей қалады сияқты кішкене. Мына жерде тоже солай. Қараңыздар, барлығы кішкене қараңыздар. Сәл болса да кішкентайлау. Анау гүлдем кішкентай. Сосын жаңағысы, ең үлкені жаңағы жердегі гүлдер. Көрдіңіздер ғой да, үлкендігі. Ешқандай күтім жоқ. Биыл шайында осылай өседі. Келесі жылдары біз жайлап отырғызам ба деген ойда бар. Солай. Мына жерлерде енді көрсетейін. 3-4 күн бұрын жаңағыдай лук батонды отырғызған болатынмын. Әзірге жаман емес, бәрі де алып кетті. Міне көрініп тұр ма? Барлығын отырғызғанда міндетті түрде қидым. Барқытсаларды отырғыздым жайлап. Мына жерде экспериментальный жаңағыдай зерттеу жұмыс нәтижесінде дейсің. Қияларды отырғызсам, шыда алмайды. Не көрсіздер ода? Барлығын отырғыздым. Жаңағыдай. Мына жерде бәрі. Және де әрине орам жапырақтардың барлық білесіздер, суыққа шыдамды. Мына жердің өзінде тар жағынан бастап кәдімгі орам жапырақ, брокколи, брусельская, не бар, цветная капусталар. Енді пакчойда отырғызым, тағы бір рет пакчой отырғызым керек. Мына жерде морковтарға сәбіздерге свеклаларға кезек келетін болсақ, жаман емес, жайлап бәрі шығып келе жатыр. Бірақ шығып келе жатқанда бұл жерде білесіздер, былтыр картоп болған кезде сары орағыш өте көп болатын болған. Сол міне уже бастамай жатып, мына қараңыздар.
Кылышаны уже орап тастапты, қараңыздар. Осылардан уже құтыла алмай шаршадым. Уже шықпай жатып, міне уже орап бастапты. Бұны енді қарап отырмаса каждый раз өйстіп орап тастайды. Сәбіздерден де әзі онда көп ештеңе емес. Бір-екі жерде шығып жатқанын көріп едім мен. Ұмытып қалып тұрмын. Қазір суарам, содан суарғандай болды. Петунияларымды да жайлап отырғызып жатырмын. Көріп тұрсаңыздар. Қалғандарын жаңағыдай тумаларға үйлеріне отырғызып беремін бұйыртса. Фасольдерді де міне көріп тұрсаңыздар, фасольдер шығып жатыр. Иісі ғана еккен фасольдер. Бұлар енді анай кәдімгі фасоль емес, яғни өрмелеп өсетін фасоль.